Абоненттік номер босыңыз. Абонент жауабын немесе тезірек хабарласыңыз. Абонент жұмыс занят. Пожалуйста, дождитесь ответа или перезвоните по линии. The call person is not reached. Please try again or call later. Так, кімде не бар? Шығарымдар сөмкілеріне. Қалай ұйықтадыңдар қыздар, жігіттер? Киіз үйдің атмосферасы мықты, иә? Байқадыңдар. Мен ойлағам ішіне ыстық болады деп кәдімгідей, иә. Бірақ киіз үйде ұйықтауым бірінші рет болды менің. Рахат қой. Қыста жылы. Не, на самом деле продувало. Жылының өзі машақат екен рас. Я на самом деле очень плохо спала. Кто-то мешал, кто-то ходил. Ол ит Я емес. собачка, да? Шакалдар ғой, шакалдар. Мен вообще ұйықтай алған жоқпын, мүлдем. Жоқ, маған ұнады негізі қазақ үйдің. Сізге ұйқың қанып қалады да? Менде сұрақ болып тұр да енді барлығымызға. Енді осындай жей береміз бе таңертең? Қыздар бірдеңе жасамайсыздар ма? Бар аңға шығыңдар. Я, жігіттер алып келіңдер, істейміз. Мына жерде 4 қозы жүр. Соның біреуін сояйық. Соя аласыңдар ма? Соя аласыңдар ма? Чембендерші қозыға. Ақша жинап, ауылға шығайық магазинге. Бұл жерде магазин бар. Су өкпеш ана. Атарбаймен барамыз бекен ауылға дейін. Бәлкім расписание құрып аламыз, кім қазағы жинайды, кім тамақ істейді. Біз уже істеп алдық. Сендер істеңдер ма? Олдар қыздар бөлек қой. Қыздар енді жинау көбінесе да. Ұлдар сыртын жинайсыңдар. Олдардың кезейін жинаймыз ба біз? Соны айтам. Не болыпты? Я иногда не понимаю, что они говорят. Бұған енді шынымен көмектесу керек қой, кішкене қазақша үйрену. Қазір онда бітейік, қабдолында екен су құя салайық онда. Екі душқада. Давай. Телефондарымыз не істеп жатыр екен? Телефоным неғып жатыр екен менің. Инстаграмда бәрі жоғалтып алған жүр. Ол демалып жатыр не істеп жатыр. Рахаттан. Ассалаумағалейкум. Армысыздар, бармысыздар, амансыздар, есенсіздер, туған туыс, дос жаран, көрші қолаң, жекжат жұрағат, аға бауыр, іні қарындас, әпке жезде, таныс тамыр, бала шаға, келін кепшік, абысын ажын, нағашы жиен, алыс жақын ағайын. Біз міне байланыстан тыс жерде жүрміз. Алғашқы бағдарламамызда қатысушыларымыз киіз үй тіккен болатын. Бүгін қыз жігіттеріміздің жобадағы екінші күні. Еңбектің нан тәтті демекші, өздері қарекет жасап, тер төгіп тіккен үйлері жатқанға жайлы болған шығар. Оны өздерінен сұрайық, е? Кеттік. Жүргізушілер келіп қалды. Жүргізушілер келе Ал жатыр. қайырлы таң байланыстан тыс жердегі қыз жігіттер ас болсын. Қош келдіңіз, төрлетіңіз. Келіңіздер, төрлетіңіздер, шай Дастарханнан дәм татыңыз. Ал ауыз тиін қолыңды қайтармайын, рахмет. Қалай ұйқыларыңыз қанды ма? Жақсы демалып алдыңыздар ма? Қалам құрты. Неге жоқ? Не Плохо ұнамады? спали. Продувало, было плохо, и было шумно. Бірақ ауасы күшті енді. Бұл енді алғашқы күн болғаннан кейін үйренісіп кетулерін қиын болып жатқан шығар. Әлі-ақ үйренесіздер. Кондиционер жоқ сосын. Кондиционер қажет емес, киіздің мына астын жақтарын көтеріп қойсаңыздар. Қалдым ғой сол үшін. Енді құрметті қатысушылар, таңғы шайларыңызды ішіп болсаңыздар, екінші күннің тапсырмасына көшеге. Сізден бір өтініш сұрасам болады ма? Жобаға келгелі бері мені барлықтарыңыз Сергей деп айтасыздар. Ол да дұрыс өйткені мен... атым Никита дейсің. Жоқ, атым Никита емес, қазір мен түсіндіріп. Сөзін бермейік, Сергейді тапқымыз. Мен өздеріңіз сияқты, альхамдулилля, мұсылманмын. 2007 жылы мұсылманды қабылдап, Али Сұлтан деп атымды өзгерткем. Аяғына өте қуаныштымын. Рахмет. Сондықтан енді сіздерден сұранарым, өтінішім, мені Али Сұлтан деп айтыңдар. Болмаса қысқаша Али немесе Сұлтан деп айта берсеңіздер, еркелете берсеңіздер. Не, давайте Султан, ему идет Султан. Ал құрметті қыз жігіттер, ертегінді кеш қылмай, шайларыңызды ішіп болсаңыздар, біз сіздерді мына тапсырма алаңына шақырамыз. Көлеңке ма? Иә, жүріңіздер. Шайыңызге рахмет. Ас болсын, келіп тұрыңыз, үй өсір. Жинастырайық кішкене сосын барайық. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік. Сіздер әлемнің түкпір-түкпіріне тарайтын Қазақ ТВ арнасынан байланыс аясынан тыс жерде атты реалити шоуын тамашалап отырсыздар. Бағдарламамызды жалғастырайық. Құрметті қатысушылар, бүгінгі бағдарламада екі топтың жігіттері пеш салады.
Сіздерге бағыт бағдар беріп, соңында бағаларыңызды қойып, кімнің жеңіп, кімнің жеңілгенін анықтайтын қазылар алқасы бар. Таныстырып өтейік. Олар Асыл әже ару келін халықтық ансамблінің жетекшісі Зияш Смағұлқызы. Ауыл арасындағы пеш, ошақ салу шебері Абай Асанұлы. Мұхтар Әуезов атындағы драма театрының актрисасы Гүлшат Тутова. Және де ауыл құрылысшысы Ержан Молдабайұлы. Қош келдіңіздер. Енді қазақ халқында әр отбасы, әрбір үй шаңырағын қондырған соң жанына ошақ салып тіршілікке кіріскен. Пеш бар жерде от жанады, от бар жерде нам піседі дегендей. Ошақ бар жерде береке бар, дастархан бар, нан бар, ән бар дегендей. Қазаны оттан түспейтін, қызуы қайта өшпейтін анамның жатқан ошағы. Мен де мамам сағынып қалдым негізі. Ал біз ұлдарға қарап тұра береміз ба? Бірде бірдеңке істейтін шығар? Жоқ. Қыздарға жеке тапсырма беріледі. Қыздар жағы сіздер бауырсаққа қамыр ашытасыздар. Пеш салынып біткен соң бауырсақ пісіріп жарысасыздар. Қай топтың қыздарының бауырсағы керемет шықса, сол топ жеңіске жетеді. Бауырсаққа байланысты ма? Бәрі де байланысты. Бәрі есепке алынады. Олай болса, уақытты көп созбай сайысымызды бастайық. Зияш апай, Гүлшат апай, қыздар, жүріңіздер. Ал жігіттер кеттік. Ағалар, сіздер ақпарат беріп кетсеңіздер. Ең бірінші су құйып, жағатын лайын дайындап аламыз. Бірден кірісейік онда, Мына топырақты мына балалар құсап жайып аласыздар. Ары қарай топырақтың ішіне су құяды, келесі. Сіздер қазір бал қоясыздар, бірден 5-ке дейін аралығында. Мен не істеймін, маған айтыңызшы. Қазанда кетесіз бұны. Әдемі шу? Иә. Мен қазанды көтер аламын. Төңкер тобы міне әдемі келе жатыр. Қазанды мына жерге қоямыз, иә? Қабдол қалай енді? Әдем. Қиын емес па, қиналып жатыр? Жоқ, ондай қатты емес. Балшық езу дейді, ондай қатты қиындыққа соғып жатыр жоқ. Что, нормально или еще надо делать? Бола ма солай? Болады. Сұлтанымыз бер, сұлтанымыз бер. Тогда? Абай ағамыз Алиге түсіндіріп жатыр, аға. Қалай? Дұрыс. Қай жерінен неден бастауымыз? Қазір өлшеп жатырмыз біз. Қазір өлшеп қоямыз да. Бір қалап шығамыз қазір үстінен. Сосын 5 қатар көтереміз да. Несін моржасын. Мына пештің деңгейі неден көтеріледі ғой сонда да? Мына жерге дейін көтерілу керек. Сосын Сондай. одан кейін көтереміз. Моржасын көтереміз. Одан кейін аға түсіндірген маған нені астын қазамыз тағы да кішкене. Астын қазамыз? Бәрін болғаннан кейін. Бәрін қалап болғаннан кейін. Негізі мына мұржа қай жаққа қарай қарап тұру керек аға? Негізі жел қаяқтан ұрады. Мысалға жел қазір батыстан ұрып тұр. Батыстан міне шығысқа қарай. Мұржаны сонда шығысқа қаратамыз ба? Неге шығысқа қаратамыз. Жеңіс, как у тебя успехи? Получается, да? Ақырындап. Это тебе не лезгинки, да? Су. Қабдол тезірек болсай. Қыздар, әрбір тағамды жасаған кезде ең басты ингредиент ол адамның махаббаты. Сол махаббатпен жасауға тырысыңдар. Зияш апай, бауырсақ жалпы дәмді шығу үшін тәсілі бар ма ерекше? Әнді жүрекпен айтқандай, қамырды да жүрекпен жақсы илеп, иін қандыра илей білу керек. Мысалы, енді кейбіреулері жаңағы нан көтерілген соң бір басып, тағы көтерілгенін күту керек дейді. Сол дұрыс па? Дұрыс. Жұмсақ, әдемі, үлпілдек бауырсақтар сондай кезде шығады жаным. А надо одну добавлять ложку на мерную? Или лучше добавить 1,5? 1,5 жақсы емес пе, мынау үлкен ғой. Үлкен табақ. Үлкен табаққа 1,5 15 грамм дейді. 2 килограмм ұнға 15 грамм дрожь керек.
ас үйде негізінде екі әйелдің басы сыймайды. Сондықтан қазанда екі қошқардың басы сыймайды, бірақ үлкен кісіні сыйлап, сіздің айтқаныңыз бойынша ақыл кеңесіне құлақ түрейіксің ғой. бір-бірімізді тыңдайық, бір-бірімізге не берейік. Тездетейік, қыздар, қазір пештері салынып біткен соң бірден бауырсақ пісіруге кірісулеріңіз керек. Кейде жаңағы айран қосып жатады. Иә, айран, қаймақ қосып жатады. Неше түрлі майонез қосып жасайтындар да бар. Майонез? Иә, майонез. Оны не үшін қоса, жаңағы жақсы көтеріледі ғой қамыр, иә? Жақсы көтеріледі. Оның ішінде порошоктар бар ғой, неше түрлі. Қоспалар бар ғой. Дәмі дұрыс болды ма? Дәмі, иә, жақсы. Жақсы. Сал, бірінші салып алсын, сосын елейсің. Зияш апай, мысалы, айтып жатады ғой, әр елдің салты басқа деп. Енді мысалы солтүстік жақта бауырсақты төрт бұрыштап кесіп жатады. Кейбір жақта домалақтап кесіп жатады. Біздің қыздарға қандай әдісті қолданамыз қазір? Қалай кесін? Домалақтап па жоқ, төрт бұрышты қып па? Бауырсақтың қандай түрі бар? Қыздарымыз ақпарат алып отырсын. Бауырсақтың неше түрі бар? Бір жерде төрт бұрышты қып кессе, бір жерде домалақтап кеседі. Сосын қалай деуге болады, оның да пісіру тәсілі бәрі әртүрлі. Біз мысалға қамырдың ішіне кішкене ғана қант қоссақ, бауырсақ тез қызарады да, дәмді болады, қызаруы жақсы болады, қызғыш, әдемі бір сондай күрең бауырсақ болады. Аналарымыз қалай істеді, сондай қылып. Бір жерде бұрында ата-бабаларымыз қойдың құйрық майын, соның майына пісірген. Сондықтан бауырсақ ешқашанда қатпаған, дәмі сондай керемет болған. Және ұнға да, қамырға да соны қосқан. Дәмі ерекше болады. Ерекше дәмі болады. Ол енді қазірде де барлық жерде дәлелденген ғой. Құйрық майда холестерин жоқ дейді. Пайдасы көп. Ең пайдасы көп. Былай қарағанда ата-бабамыздың салт дәстүріне қарап, мына ас мәзіріне қараған кезде барлық ас мәзірі денсаулыққа пайдалы. Уақыт бізде шектеулі. Бір пешті құру үшін бір сағаттай уақыт керек, е? Су алып келе бер. Бір күнде уақыт кетеді шығар бізге. Ар жақта не болып жатыр? Ар жақта Ерзат деген кәдімгідей пешті құрып жатыр екен. Ержан ағамыз енді айтып, бәрін бағдарын беріп тұрсыз ғой. Қарап отырыңыз, сол үшін мұқият кім қалай жұмыс істеп жатқанына. Көкем, мынау балшық жетеді ғой бізге негізі. Бастай бер, ал. Жетеді, ә? Бастай береміз ба? Бастай береміз ба? Все, рахмет. Болды, бастай береміз. Қабдол! Кеттік, бастаймыз. Давай. Марселен деген кәдімгідей топырақ дұрыстап тұрып араластырып жатыр екен. Марселен? Сен кәдімгідей қазақтың қарапайым қара домалақ жігіт екенсің ғой? Үйрену керекпіз ғой. Үйлендік. Құда қаласа үй саламыз. Неге су аз емес па сіздерге? Тартылу қиын болып жатыр ғой. Мына жақта Ерзат екінші қатарын салып жатыр екен, мінекей. Не үшін бөліп жатсыздар? Кірпішті қиылыстарын басу үшін ше. Бір кірпіш басып тұрса, сонда кішкене. Сонда мұржасы мына жаққа қарайды. Мына жақта жігіттер үшеу бірге салып жатыр екен. Біз өйткені лайды дайындап қойдық. Сондықтан біз енді мына қалап жатырмыз. Лайымыз дайын. Дайын. Қазан үстіне қойылады. Қазан үстіне қойылады. Асты жағы қазыла ма бұның? Асты жағы кішкене қазылған дұрыс. Қазылған дұрыс, иә? Оны қазір біткеннен кейін балдар өздері қазып алады, иә? Көкем, мына тік сала берейін ба? Сала бер, күрекпен апарға сала бер. Қатар мінекей бесіп қалды. Чуть-чуть подейші. Жігіттер ана жақта қалысар емес. Мен қолмен сала берем былай. Ол менікі. Айтар! Таласпаңдар, жігіттер. Бәріне кірпіш дейді, уайымдамаңдар. Мен тасымда отыр. Төртінші қатар кетті Ерзатта.
Мына жер дұрыс емес. Ай, киілу керек еді ана арасы. Жоқ, бұл жер арасы келмейді, бұл ашық болады. Нормально. Бұл бізде ашық болады. Ана битем ғой, брат. Үлгереміз, өйткені бізде жұмыстың қарқыны жақсы. Командалық. Қане қолмен пум тез. Міне палуан. Қатты су не болып топырақ алып кет. Тырнағын қарап қалатын болды ғой енді. Ой, так қапаға. Әдемі. Жарайсың. Кім астында болса? Ләззат, мына жазса мынаға тақ. Мына жақты қалдырып кеттіңдер ғой. Қалып қалды мынау. Онда етіп моржаға қалады екен деп тұрмын ғой. Қанша қатар мына жерде қазір енді 1, 2, 3, 4, 5 қатар. Жете ма 5 қатар? Жетеді 5. Осымен тегістейді ғой сонда, иә? Осымен тегістейді қазір. Шетінен алсын мына жерге жабыспайды. Так, кішкене жеріңді тұр жерейін ба? Айтшы. Бергекші. Жо теп-тегіс болмайды. Он қазір тыңғаннан кейін болады. Тыңсын, былай істейік. Ішіне бүйтіп Иә. Мына аягөз қызымыздың айтып жатқаны дұрыс па? Сен сіз бөліп жасайын деп жатсың ба қолыңмен? Жоқ. Ондай да бар. мынаны бүйтіп Қыздарымыздың наны көтеріліп тұра берсін. Әңгімелесіп отыра тұрайық. Иә, сіздер Бұл да бір жақсы болды. Аха. Бір жағынан мына қыздар шалт істеді де тезірек күнге қойды қамырын ашыту үшін. Мына қыздарда кішкене жылдамдық жетіспей жатыр, иә? Жылдамдық жетіспей жатқан жоқ. Бұлар өзінің бағымен басқа тәсілмен жасап жатыр. Енді мысалға мына қыздардың несі қамыры ертерек көтеріліп, бұлар пісіріп жатқан кезде мыналардікі дайын болады. Алма, балаларға барып қайтуға бола ма? Иә, болады, аха. О, мына жақта мұржасы қойылып жатыр екен. Келіңіздер жаңа мына жақты көрейікші. Бәріңіз бірге жігіттердің жұмысын қарайықшы. Балдар жағдай қалай? Қыздар қалай жатыр енді? Жақсы. Бауырсақ пісіреміз ба? Иә, үйуін қандырып, сендерді күтіп Солай ма? жатыр. Жігіттер, қыздар сендерді күтіп жатырмыз дейді. Жүріңіз абайға, мына жақты көрейікші. Мына жақтың мұржасы қалай болып жатыр екен. Қалып бара жатқан секілді, заман достар тобы алдыда. Жігіттер, қалдарың қалай? Бізде жақсы, өте. Женис, Екіге бөлі. Мына жерге қойып жібер. мынаған қазанды өлшеп алдыңдар ма, сияма? Біз қазір астың әлі қазамыз. Через час мы вас угостим самым вкусным бауырсаком, ну так обещали. Ну, мы будем ждать, посмотрим. Девчонки обещали, посмотрим. Ну, смотрите, главное, что печка не развалилась. Вот это самое главное. За это мы не отвечаем, да? Да. Мы отвечаем за А ты красоту. это все очень ловко делаешь. Ты вообще занимался, да, вот этим Ну, вот я так смотрел строительством или просто, как? ну мы дом строили тоже, наблюдал Ага. за строителем, как То они есть это делали. кирпичи класть ты умеешь, да? Нет, не умею, первый раз делаю. Первый раз, но ты делаю. очень быстро, ловко так Вот. делаешь все, поэтому... Посильнее, я вот надавливай так. на него. Вот так? Да, обязательно. Его. Давай. Ударить. Я понял. Чтобы балшық сынау. Алмас, сіздерде қалай болып жатыр? Қыздар қамырларын ашытып күннің астына қойып қойды. Сондықтан мен осы жаққа келіп жігіттердің қал жағдайын сұрап жатырмын. Жеңіске қарасам, қолының ептілігі, жылдамдығы бәрі керемет екен. Алғаш рет қалауым дейді, бірақ қолына қарасақ, күнде жұмыс істеп жүрген жігітке ұқсайды негізі. Қолмен өзі салып жатқан сияқты. Иә, Әдемі. бәрекелді. Әдемі. Дай ему еще один кирпич, поставь. Не слишком, это Я нормально. сдвину уже чуть-чуть. Не, это не слишком, просто здесь. Много сдвинул, в смысле? Я сейчас растяну, это убери, я. Вот чуть-чуть это, слишком это, брат. Здесь посмотрю на. Жамана кірпішіме. Әкет тұрмын ғой, брат. Аға қараңызшы. Сапасы қалай болады? Міне заман достар тобының пешінде жаңағы мына тұрбалары тік тұрда, мынанікі жатыңқырап тұр. Дұрыс па? Екі түрлі ма? Әр түрлі болады, ол әркім әр түрлі қояды. Кейбір жата қойған пеш, мына түтінді отты тартуына байланысты ол. Кейбір мына үйдің мұржасы қызап қойды. Иә, соны ойлап уайымдап тұрмын. Мүмкін тартпай қалар ма екен, жатып қалды ғой мына тұрбасы. Тартады бұлардікі. Мінерге. Вот, мына жерге жабылады ғой. Иә. Соры болады, соры болады. Мына артына қой. Үстіне тұра тұр. Мінерге Былай кірпіш беріп па керек? артынан береміз. Мінерге жарты кештерді қойды. Жоқ, жарты кеш шалдар. Болды. Енді міне былай керек, былай.
Аға, енді мына пештер өте сапалы қалану керек, өйткені бұл қыз жігіттердің бәрі осы киіз үйде тұрып, осы жерде тіршілік жасап, осы жерде ас ауқаттарын жасап күнделікті өмір кешеді. Сол себепті бұл енді 12 бағдарлама бойы осында тұратын болғандықтан, пеш құлап қалмай, балаларымыз аш қалмайтындай болу керек, аға. Сапасын қарап отырыңыз, өзіңіз дұрыс болмаса қайта қалатып отырыңыз дегендей. Илай, көңіл күйін қалай? Жақсы. Жақсы. Бұрын соңды осылай пешке жолап көріп педің? Жоқ. Сен үшін бәрі таңсық, бәрі алғаш рет дейсің ғой? Иә, әрине. Бірақ жақсы әсер алып жатсың ғой? Мұнда келгеніңе өкініп жатқан жоқсың ғой? Жоқ, менде бәрі кең жарам. Негізінде қаладан келгенде кеше ғана аппақ бала едің, бүгін қолдарың күйіңкірепті кішкене. Ауылдың баласына ұқсап келе жатсың деп. Почему снимает? Дәл қазір керек емес па? Сей берейін ба? Мына жер бүйтіп ойнап тұрмас үшін жабу керек, Тез бол. Жігіттер, мына жақта уже былай айтқанда қазан қойылды. Ал, заман қалып барасыздар-ау деймін. Қоямыз, қиттей. Мына істеп жатырмын, песок қойып. Сіздер әлі кірпіштерін қалап жатсыздар. Кәс, қиттей. Тез, бол. Телефон. Бар керек па, керек емес па? Айналдырас. Кәне. Бесеу жете ма? Жетеді. Міне Кірпіш алып беремін қазір. Это уже 6-й пошел. Қойыңдар деп жатыр жігіттер. Это 6-й пошел. Давай кирпич. Қазанды қой, қазанды. Тез қимылдамыз, шелек Тасталыпса. О, бері кирпич. тасталып тастаймыз, Ішін әлі қазу керексіңдер, жігіттер, ұмытпаңдар. Бәрекелді. Енді мына пеш ойнамас үшін бер жағынан қалау керек, аға? Ага, сосын. Ары қарай не істеу керек? Ничего страшного. Вот так поставь. Нормально? Мына жақтан қалаңыздар дейді. Давайте. Былай ма? Аға, мына жігіттеріміздің пеші сапалы жасалып жатыр ғой, Сіз бағасын беруді ұмытпаңыздар, Әр жігіт қалай қимылдап жатыр, әр топ қалай жұмыс жасап жатыр. Соның бәріне баға беруді ұмытпаңыз. Сендер істей беріңдер, мен былай. Мен слай берем. Бірге айқастырыңдар. Болады. Бірге мынандырайық. Жүріңші абайға, мына жақты көрейікші. Мына жақтың жігіттер. О, молодец. Мына жерден кетпей қойдыңыз ғой. Мына жігіттер қарап, пештері қалай болып жатыр. Сапа жағынан бір қарап жүріңізші. Там уже заканчивают быстрее. Давайте сегодня постараемся не проиграть. Ашық болу керек қой оларда. Жігіттер, мына жақты да жабу керек дейді ғой. Өзіміз заман. Слаймыз отыр. Юлай, жарайсың не? Әдемлеп тұрып, құрылышы сияқты. Осыдан кейін сен дизайн емес, пеш құрушы болып кетпеші. Давай. Я буду по сторонам видеть, что я делаю. Мезеге сразу деген. Қой беріңдер, кім? Қабдым. Ите бас жібереді. Мына жегізі сәт тас беріп. Давай. Ты лай неси, лай. Давай. Балшық, запомни, балшық. Ән айтқым келіп тұр. Балшық. Давайте. Сыртын сылау үшін, ертеңгі күні бұл пеш жарылмау үшін біз мұны опилка қосып жатырмыз. Абайға, мына опилка не үшін қосып жатыр? Сыртын қаптау үшін түсінікті. Енді әдемілік бола ма, сонда жылулық бола ма? Әдемілігі оның үстіне мынау. Қазір кепкеннен кейін жарылып, құлап кетпес үшін. Сылақ. Сылақ құлап кетпес үшін мынандай опилка қосылады міндет түрде. Аяқпен кетіп жатыр, аяқпен жігіттер. Заман достар. Давай вот. Бәрекелді. Опилка қосып бердік. Аяма суды, Марселен, құй тағы да. Құйы болып тұр. Қоса берейік. Тағы су. Болды ма? Болды дейді, болды. Сал. Дай мне еще опилку. Жап, не жап, суға Әдемі? жап. Давай, бас, Қабдол. Бас, бұны ертең. Қолым. Асығыңыздар. Сен киіміңді бар ғой, кешке жақында киіміңді қасында бүйтіп отырамыз деп уайымдама. Су керек, мына жаққа су керек. Жоқ, су керек емес. На эту сторону. Су керек емес, қазір нормально болды. Аяққа қарай тартсайшы оны. Жо, аяқпен? Негізі құртты былай жасайды. Африкада апалар. Қабдол, лай, алып кел. Лай. Давай, лай. Қалай күлім. Давай, полай. Не қайда? Кәне. Оларға. Көкем, мына үстінде жабу керек,
Ал жігіттер тездетей, қыздарымыздың қамыры ашып дайын тұр. Бауырсақ пісіруге сақадай сай. Шаршадық. Негізі біз шаршасақ та ол біттік деген сөз емес. Ары жалғастырамыз, шаршап жұмыс істей береміз. Короче, ощущение, это как квест. Это как квест. Я такого никогда не делал. И түрін батпақ. Бірақ мен команда үшін өзіміз үшін жасап жатырмын. Біз жеңеміз. Ағаларымыз сапа жағын ескеретін шығарсыздар. Өйткені уақыт жағынан екі топта бірдей аяқтады. Енді сапасына қарап, бағасын, әділ бағасын беріңіздер. Ешқайсысы ренжімеу керек. Біздің пешіміз бар ғой. Мынаны қарашым. И ногами. И своим хабдовым. Такой хабдов только у нас есть, да? Не оқалды? Қолын кесіп алды ма не? Кесіп алдым да. Қай жеріне? Ой, құттай ғой. Бірақ жаман сөйтіп құттай. Ашып аты ма? Ештеңе етпейді. Оңай болады деп саған ешкім айтқан жоқ. Егер женсек бүгін, ештеңе етпейді дей саламын. Камераға көрсет. Бастысы. Ағар енді дұрыстап ойлаңыздар енді. Ақылды. Енді жаңа бізде неге жүрмейді дегенде жаңа. Не болып жатыр? Жігіттер қамшылау болмайды ғой. Аталарға ұсынды, оларды алған жоқ па? Әлде шынайы бәсеке сайыс болу керек. Жігіттер болмайды ондай. Мына қазанда кішкене алды жағын екі қылып қойған, майды тегіс жатпайды. Жаңа неткен сияқты бұл артына от Май бір жағына қарай. бір жағында болып жатады, сондықтан мына пештің кішкене бір кінәраты қазаны төмен. Мына қазанда да кішкене Кемшіліктері бар, иә? қазан кішет, мынадан көтеруіміз керек еді, ол бірақ қазан тегіс жатыр, сол тегістікке Ол жағын тегістікке болғаннан кейін біз солай салдық енді, өзіміз солай салды жігіттер өздері. Сапасын көрдік, қазанның қалай орналасқан, енді баға қою керек. Баға. Please try again or call later. Заман достар тобы. Ағалардың мінекей баға беруіне байланысты 26 ұпай. Төнкер тобы 27 ұпаймен жеңді. Қазір қыздар көрсетеді әлі топты. түсіндірсін енді, ағаларымыз түсіндірсін. Почему? Смотри, она визуально, она красивее. Сен айтқан жоқсың өзің түсіндір деп. Қалай визуально? Қалай түсіндір? Ну серьезно. Вот видишь, Женис, оценивается не только красота. Жюри озвучили, что у вас казан стоит немного криво, а здесь казан более ровно лег. Вот этот вот у вас минус. Он тоже криво стоит. Смотри на него, он тоже криво стоит. Дәл ортасында, су дәл ортасында. Енді әділ қазылар, не істейміз? Мына жігіттердің ашу орынды ма? Дұрыс бағаламады дейді. Бізді кемсітіп жатыр дейді. Мен өзімнің берген балым жаңағы мыналарға да бірдей баға бердім, мынаққа да бірдей баға бердім өзім. Не деймін? Енді ол екі жақтан бал болғаннан кейін бал кішкене ойнайды. Любой жерде. Енді араларында бір бал ойнайды. Бұл жерде істеген жігіттер. Былай айтқанда бірдей сияқтысыңдар, бірақ бір балға төнкер тобы Сосын былай қарасыңдар барлығы. Жігіттер, жеңілді де білу керек. Құрметті жігіттер, енді әділ қазыларымыз өзінің шешімін айтты, дұрыс па? Болды, мына төнкер командасы жеңді. Ары қарай сайыс жалғаса береді.
ұмытпайық, Иә, қыздардың қамыры ашып жатыр. Қазір олар осы жерге келіп бауырсақ пісіруден жарысады. Қай топтың қыздарының бауырсағы керемет шығады, оның да ұпайы бағаланады. Мүмкін сіздер жеңіп кетесіздер. Сондықтан үмітімізді үзбейміз. Әзірге сіздерде уақыт бар. Беті қолдарыңызды жуып, демала тұрыңыздар. Қазір қыздар келеді осы жерге. Әрі қарай көретіндеріңіз. Тәте, дірілдеп жатыр мен қорқыныштан. Жұмыртқа сүт қосылған нәрселер ол тез арада ашып кетеді. Өпірме, отындым жаңа деген жасын ба? Please try again or call later. Құрметті көрермен, эфирде байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуы. Қатысушы қыздарымыздың қамыры ашып сайысқа дайын тұр. Ережесіне қысқаша тоқталып өтейін. Төнкер командасынан бір қыз, Замандостар командасынан бір қыз осы жерде қалып, қамырларын жайып кесе береді. Екі қыздан ошақтың басына барып, отын жағып, майын құйып, қыздыра береді. Әділ қазылар бағасын берген кезде жылдамдықтарыңыз да, бауырсақтың дәмі де бәрі ескерілетін болады. Осы сайысқа 30 минут уақыт береміз. Түсінікті ғой? Иә. Ал олай болса іске сат. Кім барады ошақ? Май қызғанша деген жоқ па? Май қызғанша деген жоқ па, мамай? Әрине, қыздырасыздар. Соны осы жерден уақыт кетті. Ары қарай қалай жұмыс істейсіздер, өз еріктеріңіз. Ал жүгіріңдер қыздар. Аяқ киімім. Гүлшат апай, сіз осы жақта қыздардың жұмысын бағаласаңыз, Зияш апай, қыздарға отын жағуды көрсетсеңіз, бағыт бағдары беріп жіберіңіз. Газет бар еді жаңа. Жаңағы газеттер қайда? Ане газеттің ішінде тұр. Ане қапталына салып қойыпты ғой. Ішінде тұр ғой газеттері. Ішінде тұр қыздар қапталына. Ішінде жоқ бізде газет. Мына жақтан кішкене бөліп алыңыз. Болмайды. Сіздер жалпы осы жерде бәрі дайын тұру керек қой. Біз үшін қалай сонда біз алған жоқ. Бізде болған ішінде. Жоқ, ештеңке алған жоқпыз ғой. Простите, но это сайыс. Дайындамағансың ба? Дайындап қойдым ғой, алып қойды ғой. Жарайды, мана Біз жаңа ғана келіп газет алып қойш, газет бірінші газет салып. Газет па, салфетка ма? Салфетка. енді әзірге уақытты кетірмес үшін негізінде ағашын осы шөбін сала берсе болады ғой. Салфетка берші. Бош, тез. Көп. Нет, оставь чуть-чуть, потому что мне масло на масло нужно. Поняла ты меня? Далада істеппіз, сезетеміз. Күшті. Сен, нана, газетті жақта. Қазір мен тұтап берейін. Қызым, ағашты былай істейсің. Төңкере салына. Былай бүйтіп саласың. Кішкене ауа кіру керек қой, иә? Сонда от тез жанады, иә? Тез тұтады. Қолыңмен емес, оқтаумен тез істейсің. Вот солай істе. Экстремально просто. Я чуть-чуть волнуюсь. Если мама увидит, будет очень рада. Не зря дочь учила делать бауырсаки. Аға, дайын болды, енді кесе бер. Кестік, нең қайда? Мынандай доскан қайда? Я дайын тұр. Соған сала бер. Тәте, дірілдеп жатыр мен қорқыныштан. Дірілдеме? Асыл әжем, өлең айту керек. Асыр әжем, аңсаған. Әжемді есімге алып, сағынышым сары ормандай самған. Қалай қыздардың бауырсақтар қамырлары? Жақсы. Жарықсыз жатыр. Жанбота бізде домалақ қып жасап жатыр. Аягөз бізде төртбұрыштап кесіп жатыр, иә? Негізі бауырсақтың түр-түрі болады. Әркім әрқалай жасайды. Біреуі домалақ қылады, біреуі төртбұрышты қылады. Ши бауырсақ болады, тәтті бауырсақ болады. Соның түр-түрлерін айтып жіберіңізші. Тағы қандай болады? Ашытпай жасайтын бауырсақ болады, көпке дейін жарайтын, қысқа дейін жарайтын. Ұзақ жолға шыққан кезде оны ашытпай жасайды да, оны тек қана су мен тұзға жасайды. Біздің қыздарымыз сүтке пісірді ғой, жұмыртқа қосты. Жұмыртқаға сүт қосылған нәрселер ол тез арада ашып кетеді, көгеріп кетеді деген сияқты. Бұны
қазір аз ғана бауырсақ болғанмен көпшілікте бүгін ақ желініп кетеді. Ал енді міне қыздардың жылдамдығына қарасақ, қолдарының ептілігі, икемдігі бәрі жақсы сияқты, иә? Бұлай қамырмен күнде жұмыс істеп жүрген қыздар сияқты деп айтсақ та болады. Қаланың ақсақсақтары дейміз ғой енді біз бұл қыздар. Жоқ, қамырмен күніге жұмыс істеп жүрген қыздарға ұқсамайды. Ұқсамай ма? Иә, қамырмен күніге жұмыс істеп жүрген. Не дұрыс емес? Не дұрыс емес? Қобалжып жатқанымыз шығар сол. Көрініп берсе? Иә. Мамамның үйреткені бойынша. Мысалы, жанботаның қамырына қарасақ, жайып жатса да кішкене ортасына қарай жиналып жатыр. Не себепті? Қамыры бостау иленгенді. Сондықтан ол қаттылау иленгені дұрыс пе еді негізі? Қаттылау иленгені дұрыс та, сол кезде жиырылмайды. Көбінесе. Бірақ бұл жаңағы дәміне, жұмсақтығына ешқандай әсер келтірмейді ғой? Жоқ, бұл қазір жиылып қалып жатқаны оған ешқандай әсер бермейді. Дәмі де, формасы да басқаша болып шығуы мүмкін. Майларың қызды ма? Мынаның май құйған жоқсыңдар ма әлі? Қыздар болсыңдаршы. Құй, ойбай ауыз қой. Байқа. Аналар жанып жатыр ма? Болды. Жұқа болып кетіп жатқан жоқ па? Жұқа жайып жатқан жоқ па? Біріншісі әдемі болып еді, екіншісі жұқа болып кетті. Анау сияқты көтерілмей, мынандай қазір печеньенің формасы сияқты. Ештеңе етпейді, енді жасай бер енді. Көрдің бе, мына біріншісін көрдің бе? Мынау кішкене домалақ болып шығады. Мынаның несі жақсы болды. Мына бірінші. Аягөздікі де сәл жұқа сияқты болып жатыр. Жұқа емес па? Көтеріледі, иә? Қыздар қалай қамыр? Еленіп отыр ма? Не болды? Isыды ма? Isыды дейді, таси беріңдер енді. Сендерге кеш не қылды ғой? Мен бірінші рет салып жатырмын. Қызған жоқ. Күтеміз бе? Қызған жоқ па? Алайын ба? Жоқ, қызған жоқ әлі. Қане, сен қайттың? Салдың ба? Борсақ көтерілмей қалады ғой, ә? Күтеміз бе, апа? Күтесіңдер, май әлі қызған жоқ. Асықпаңдар, қызым, асықпаңдар. Майларың әлі қызған жоқ. Мен бір партия алып келейін тағы да, осының үстіне. Аяқта симай қалып жатқан шығар. Қыздарымызға бір барып келейін. Біз бір борсақ салдық уже. Зияш апай, қалай болып жатыр? Қыздарымыз үлгеріп жатыр ма? Аяна, мына жаққа отын сала қоясыздар ау деймін, ағаштарың жанып кетті. Жаңа салдың ғой. Жанып кетті, қара, түк қалған жоқ ішінде. Қызым, отын нормально мүмкін. Салды нормально ма? Отын ұрып тұр. Майларың қызды ма? Қаға кет қолды. Алдың ба, ішіндегі сынап тастадың ба не? Жоқ. Просто проверка көргеніміз. Мына ішінде май жеткілікті ма? Жеткілікті. Апам жеткілікті деді. Деді ме? Жеткілікті. Жоқ, жанып кетіп жатыр. Гүлмира, сала қой тағы ағаш, жанып кетіп жатыр. Почему еще раз забрали мой стакан? Кто забрал? Короче, доделывай, я там проверю. Просто не понимаю, почему каждый раз под моими руками что-то подбирают. Көрдің ме, Паша? Қалыңдау болып тұр. Бәрі бірдей болсын. Бір келкі, иә? Иә, бір келкі. Нажа. Иә. Тездет, Диана, жылдамдап май күйіп кетеді әйтпесе. Бір балық аулап атқан сияқты. Ақырын, май атып кетпесін, байқа. Абайлап сал. Сал. Қашпа енді. Сыватсың ғой. Әдем. Бүйтіп салса, бүйтіп тастағанда бүйтіп. Қалай тастау керек? Апай көрсетіп жіберіңізші, қалай тастау керек? Дұрыс тастап жатқан жоқ, иә? Апай көрсетіп жіберіңізші, берші табақ апайға. Мен просто майдан қалай жасау керек? Көрсетіңізші. Әкеліңіз планшетіңізді. Бір көрсетіп жіберіңіз, мен тез үйреніп аламын. Кеуіп қалды, бетін жауып тұр. Бісміллә, мінекей осылай бір шетінен жиерінен. Не? Гүлмира, сен не алып кеш? Болды, апай, қалған өзі Диана жас. Диана, түсіндің ғой? Түсіндім. Табақты алып келсең, не тұрсын? Бауырсақ алып кел, қызау. Болды. Қызым, сала бер, қорқпа. Сала бер. Сала бер енді, қорқпа, саған қарата шашырамайды ол. Бетін жабу керек, кім, сен Гүлмира. Ұнды көтек, аямай. Бетін жап. Только и печь борсаки дома. Всем буду заставлять есть борсаки. Салтанат, мына жаққа ағаш салу керек сияқты. Салдық. Не, жаңаны салып. Қайттан саларым. Көресің ба, жаным? Да, мына жаққа қойайын.
кішкене бетін жапшы, мынанда орамал бар ма? Орамал, ал кесе табылшы. Ана жақта тұр орамал. Ал кесе. Ха? Иди. Какой орамал? Они тұрғану. Ну, она же будет высыхать, моя. Оны май қос кішкене жұмсақ. Вы что там ходите? Давайте быстрее забирайте, пожалуйста. Осылай сөйтіп араластыру керек. Әрине бір келкі болып түсу керек қой. Қазір бір жағы қызыл, бір жағы аппақ болып қалады енді. Ептеп, тездетіп, Диана. Ой, қолмен ұстама, күйесің. Андағы шолпен араластыршаңыз. Иә. Ана қатты қызғандарын бүйтіп аударып қой. Бауырсақ бар ма тағы да? Салтанат? Бары сол. Аяна, мен болдым. Болды ма? Басқа жоқ па? Басқа жоқ. Неге? Алма ханым. Айналдырып жіберсе, Алма ханым, мен болдым. Мына жаққа қаси беріңдер енді бауырсақтарыңды. Мына қыздар мен қазанда бірінші істеп тұрған жоқ па енді? Қызып тұр ғой. От өшіп қапты ғой. Ана бауырсақтың аузын жауып қойшы, Гүлмира. Немен жабамын? Жоқ, Жабылмайын, бірдеңемен жауыпсаң, ана жаққа барып жүгірсеш кішкене. ой, білме, отындым жағады екен, жағасың ба? Отынға өзің отвечай. Бауырсағыңды істеп баршы. Керемет бауырсақтар болып отқан сияқты. Маймандарский, семейский бауырсақ болып отыр. Қазақстанский деші, бөліктен бе? Түф, сенде бір ақыл айтып қалады екенсің осындайда. Енді неге бөлінесіңдер? Қызым, қандай болды? Алдыңдар ма? Тез ал, қарама сен аналысына. Иә, албал жан біріншіне. Күп кетеді осы. Алға. Мынау жан жағы піспегені ғой. Іштен етпейді, енді қайтесің, күтіп тұрасың ба? Ана қыздарда да сондай болды. Ала бер, енді екіншісін жақсап істе. Бір салдың ба бірден? Вообще аударып жүру кетті. Сен де онда бауырсақ салып тұр, мен былғалап тұрайын. Бүйтіп былғалап керек, осылай. Тез. Одан шолы ұсталып кептіріп жатқан жоқсың сен. Жақсы. Бүйтіп жаңа пышақпен немен белкімен аударатын. Маникюрым, өлең айтса қайраным менің, маникюрым деп. Маникюрым енді шадикюры болып кетті. Мә жаным, міне біздің Z и жүрек. Сөт әте, мен болдым. Пока. Ерте айту. Ал, міне Заман достар командасының қыздарының соңғы бауырсағы қалды. Қараңыздаршы, мынау нені білдіреді, не әріптер? Заман достар деген. Заман және жүрек. З-О жүрек, е? З-Д жүрек. Дің он сен жоқ, да емес ол тоқаш, қалдықтан жасалған тоқаш. З деген Заман достар. Шынайы махаббатпен Заман достар. Бәрекелді, міне қыздардың тапқырлығын айтсаңызшы. Бәрекелді. Ой, моя спина. Ужас. Все, не могу. Сен станокта тұрасың ғой, как не можешь? Привыкшая спина должна быть же. Спина болит. Просто я нагибаюсь, а я там же прямая стою. Здесь есть разница. Қазанның басында тұру да оңай емес екен. Бірінші рет жасап жатқан жайым бар. Бірақ жақсы шығып жатқан сияқты. Қыздар, тездетейік, асығамыз. Барлықтарыңызға телефон қажет, мен оны сезіп тұрмын, білемін. Сондықтан да үлгеруге тырысайық. Заман достар тобы болды. Біз аяқтадық! Тез, ал бұл, бітті аналар уже. Замандастар тобы шынайы махаббатпен. Кәдімгі қазақи бауырсақ, ешқандай пішінсіз, ешқандай андай домалақсыз, андай сияқтылар, көршілер сияқты. Бірақ сонда да креатив бар. Оларға әсемдік бірінші
орындайды екен, а бізге дәмі бұл жақсы. Біз махаббатпен істедік. Біз барлығын формасында, дәмінде барлығын жүрекпен істедік. Құрметті көрермен, өздеріңіз байқап отырғандай, Замандостар командасының қыздары сайысты бірінші болып аяқтады. Яғни, бұларға жылдамдық ұпайы берілетін болады, ал енді әділ қазылар қазір бауырсақтың дәмін көріп, тағы да ұпай санын қорытындылайтын боламыз. Бауырсақ сатамыз, бауырсақ аламыз, біреу 250 теңге. Ал енді бауырсақтарды қыздар ортаға әкелді. Зияш апай, Гүлшат апай келіп, әр топтың бауырсағынан дәм ауыз тиіңіздер. Ал, бисмиллахи-рахмани-рахим деп көрейік. Күйіп кеткен бауырсақтарыңнан. Күйіп бірдей ғой түсі. Мен үшін күйіп кеткен. Күйіп кеткен сияқты, иә? Өзімше жасадық қой, өзімше. Қараңызшы. Бірақ ортасы піскен. Зияш апай, қалай екен қыздарымыздың бауырсағы? Керемет, тамаша, әдемі. Ал енді бере ғой, бір әдемісінен берші апайға. Семізінен берші. Туысына. Дәмді дейді апайымыз. Дәмді, керемет бауырсақ. Әдемі. Қай топтың бауырсағының дәмі ұнады? Мен риза болып тұрмын, екі топқа да. Сондай керемет жақсы бауырсақтар пісірді. Қарашы қандай әдемі. Жігіттер, маңдай қыздардан бос қалмаңдар. Құлақтарын салдыңыздар. Енді Гүлшат апай, сіз екі топтың да бауырсағының дәмін көрдіңіз ба? Иә, екі топтың да көрдім. Бұлардың да аралары піскен. Қамыр болып тұрған жоқ. Дәмдері жақсы. Дәмді пісірілген. Бірақ дегенмен енді жарыс болған соң жеңіс болу керек. Жеңіліс болу керек. Сіздер соны ескеріңіздер. Бұлай қарағанда бар ғой. От жағу кезінде барлығында қиындықтар болды. Себебі бұрын соңды ошақтың астына от жағып көрген қыздар емес бұлар. Бірақ мына өмірде қандай табиғат қандай әдемі болса, қазақтың салт дәстүрінің әдемі жағының бәрін бұл жастар үйренеді деп мен сенім білдірем. Иә, олай болса, сіздер бағасын қойыңыздар. Одан кейін біз жігіттеріміздің ұпай саны мен қыздарымыздың жинаған ұпайларын бәрін қорытындылап, есептеп, ұпай шығаратын боламыз. Жүріңіздер мына жаққа ақылдасайық. Одан кейін 1-2 минуттан кейін барлық команда мүшелері болып, қайтадан алаңға ораламыз. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік. Сіздер әлемнің түкпір-түкпіріне тарайтын Қазақ ТВ арнасынан байланыс аясынан тыс жерде атты реалити шоуын тамашалап отырсыздар. Әділ қазылар өздерінің бағасын беруге дайын. Ендеше сөз кезегі өздеріңізде. Зияш апа. Мен Төңкер Гүлмира Ізбасқанова. От жақты, қамыр тасыды. Диана Исмаил пісірді. Жамбота Қойлыбаева иледі, кесті. Енді мен бұл үш қызға да 5 деген баға қойдым. Себебі бұлар бір жағынан бір дуала қамырды артығынан иледі. Қамыр өте көп болды. 2 минут қана Заман достар тобынан кештеу бітірді. Аяна Габдулина пісірді, от жақты, мен 5 қойдым. Аягөз Оразгалиева кесті, 5 қойдым. Салтанат Құдайберген қамырды иледі, бабына келтіріп 5 қойдым, және жүгіріп тасыды. Гүлшат апайымыздың бағасын естейік. Аяна Габдулина өз ісіне барлық жағынан маман қыз. Сондықтан бұның іс-әрекеті, сөзбен болса да істі ары қарай жылжытуы маған ұнады. Сондықтан мен Аянаға 5 қойдым. Браво. Аягөз Оразғалиева. Ісі тазалығы маған ұнады. Сондықтан 5 қойдым. Браво. Салтанат Құдайберген иледі, бабына келтіріп тұрып қамырды. Тура менің ойымдағыдай шықты. Мен көбінесе тазалығына қарадым. Ыдыс аяқта бір түйір қамыр қалмауына қарадым. Сондықтан таза болуға тырысты барынша. Ары бері жүгіріп қамырды тасып, бір емес 2 іске ие болған үшін 5 қойдым. Ал енді Төңкер Гүлмира Ізбасқанова. Қамыр илеген кезде сен ұн салып тұрдың, көрдік. Қамыр тасыдың, командаңа жаның ашығаның соншалықты отқа түсіп кетпеуге дайын болдың, сондықтан мен саған 5 қойдым. Жамбота Қойлыбаева бұл бір емес 2 іс атқарды. Өзінің позициясы бар қыз екен.
ештеңеге қарамайды, тек қана өзінің командасын жампида, тек өзінің айтқаны болу керек, басқасына бой бермейтін, өзі иледі, өзі жайды, өзі кесті, сондықтан мен оған 5 қойдым. Диана Исмаил пісірдің, бірақ қамыр илеп жатқан кезде мен сенің іс-әрекетің, командаңа бола жаның ашығаны, өзіңе мынау Жанботаның жасап атқан тірлігіне жан таласып, біреуін қағып алуың керек еді. Сен кішкене төмен тірлік көрсеттің. Сондықтан мен саған 4 қойдым. Маңызды шешуші сәт жігіттердің ұпайымен қосқанда ең бірінші Заман достар тобында дайынсыздар ма? 56 ұпай. Төңкер тобында 56 ұпай. Екі топ тең түсті. Ал құрметті қатысушылар, жеңіс құтты болсын. Байланыс аясынан тыс жерде уәдесіне берік бағдарлама. Сондықтан 2 топқа да 1 сағатқа ұялы телефондарын береміз. Неге қуаныңыздар? Мама, я тебе сейчас позвоню. Алло, жаным, қазір қатсам, ой, қатсам деп қойып, қатсам тоже. Жүрегім. Мам, сейчас позвоню. Телефон деген экран ашып кеткен мүмкін. Телефон деген. Ал Әділқазы алқасына көп рахметімізді айтамыз. Жүріңіздер, ыстық бауырсақпен шай ішейік. 1 сағат сіздермен сөйлеспеймін. 1 сағат сіздерді танымаймын десеңші. Пожалуйста, подождите. Сен уже 3-ші адамсың, сен осы звондап отқан. Өздері звондап аласыңдар да көтермейсіңдер. Бопты қойшы сосын звондап. Осы жерде тұрамыз, қонамыз. Мынау киіз үйде біз қонамыз. Бер жақта қыздар қонады, ар жақта, короче, біз қонамыз. Көңіл күйім жаман. Бүгін өте қиын болды, батпақта шомылдым. Анама звондайын дегем, жұмыстарымды бітірейін дегем, телефоным өшіп қалды. Мама? Бабушка, қалайсыз? Жайлап, жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Сіздің үйреткеніңіз бойынша бауырсақты істеп, жақсы баға алдым. Выживаем, спим в юрте, купаемся на улице, вода классная, горячая. Қазақ үйді тік-тік, сол қазақ үйде тұрып жатырмыз. Бүгін бауырсақ пісірдік өзімізге. 1 сағаттан кейін алады телефонымызды. Бүгін 2 команда тең болып қалды, 2 командаға да телефон берді. Иә. Болмайды, ана командаға бергіздірмеңдер телефон. Сәлем! Қалайсыңдар, қыздар? Салам алейкум. Да. Так прекрасно получает свой телефон. Вот еще выложила фотку и написала, вот и сырга салып прошел. Надо же как-то хайповать в Инстаграме. Все сейчас удивляются и думают, что я замуж вышла. Телефонымның қуаты бітіп қалыпты, өкінішке орай. Сондықтан да өзімен өзім отырмын. Мама, сәлем. Көршілер, сәлем. Ал қыздар, жігіттер, өздеріңе берілген уақыт аяқталды. Ұялы телефондарыңызды қайтарыңыздар. 5 минут. Қанеки, 1 сағат өтті. Қатысушылар, қайтарамыз. Келіңіздер. 1 сағат өткен жоқ қой. Болғанда қатысушылар. Өткен жоқ 1 сағат. Қойыңыздар, телефонды қайтарыңыздар. Жарайды. Тапсырамыз бәрін. Гүлмира, естіп тұрсың ба? Уақыт аяқталды. Гүлмира, бажам. Телефон тапсырыңыздар. Тездетеміз. Алдың ханым 1 сағат өткен жоқ қой. Өтті, аягөз біз есіп отырмыз. Звондап үлгердік қой. Әкел. Пока деп айта салайыншы. 5 минут бар. Әкеліңіздер. Біздікі ең үлкен телефон, ең қымбат қой бізді. Қатысушылар, жиналайықшы мына жерге, келіңдер. Қабдол, болды, телефонды қоямыз. Қазір біз телефон жинап жатыр. Пока деп айта, Алма ханым, 1 минут. Болса енді пока деп болса, көргенше, қайтадан алып жегенше, уәдейін. 1 минут. Келе ғой.
Ал олай болса, қыз жігіттер осындай жақсы көтеріңкі көңіл күймен сіздер барып дем алыңыздар, рұқсат. Жақсы, пока. Давай. Намек хотя бермеңіздер ма, ертең қандай сынақ болады? Жоқ, ертең білетін боласыздар. Жақсылап демалыңдар. Әр топ өз еңбегіне тиісті бағасын алады. Мақсатымыз қала жастарын қиын жұмысқа салып мазақ ету емес. Қазақ халқының тыныс тіршілігі мен көшпенді мәдениетінен маржан тергізу. Қайдан шыққанымыз бен кім екенімізді еске түсіру. Иә, жоқтан бар жасап, ағаштан үй тігіп, кірпіштен пеш қалап, отын өшірмей, тірлігін тоқтатпай келе жатқан халқымыз аман болсын. Байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуның келесі бағдарламасында жүздескенше басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын. Әрбір ошақтың оты сөнбесін.